Сәлем баршаға, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерді өз каналымда көріп тұрғаныма өте қатты қуаныштымын. Бүгін біз үй жағдайында сырнеге жасайтын боламыз. Бізге ең алдымен керекті заттар творог және де жұмыртқа, сахар, ұн қажет болады. Осылай ыдысымызға творогымызды саламыз. Творогты салып болғаннан кейін үстінен бір жұмыртқаны жарып, сахарды салып алып жақсылап бір араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін үстінен біз електен ұнды өткізіп саламыз. Ұнды өткізіп жақсылап бір араластырып және де ұнды бөліп салатын боламыз. Мінекей біздің сырнекеміз дайын. Осылай арнайы формаға салып, өз формасын келтіріп аламыз. Егер қолдарыңызға кішкене жабысатын жағдай болса, ұнды қолдансаңыздар болады. Мен осылай дөңгелектің көмегімен осылай форма жасап алдым. Сіздер де өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Барлық сырнекелерімізді дайындап алып, қызып тұрған майда пісіріп аламыз. Астын өте баяу қойыңыздар, өйткені күйіп кетуі мүмкін. Баяу қойсаңыздар жақсы піседі. Осылай жақсылап екі шетін қызартып пісіріп аламыз. Сонымен біздің сырнекеміз дайын болады. Осылай екі шетін қызартып жақсылап пісіріп аламыз. Ал достар, назарларыңызға рахмет. Сіздерді міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецебін сақтап алып, лайк, комментарий қалдырып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздерге алдағы уақытта керемет рецептермен бөлісетін боламын. Сіздермен болғанмен Санақ Алтынай.